Сәлем достар, бүгін духовкада жасалатын балықты ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен көкөністерді дайындап аламыз. Картошканы, пиязды, сәбізді, бұрышты турап аламыз. Дәміне қарай тұз салып, бұрыш саламыз. Шамалы 2 қасықтай сұйық май құямыз. Жақсылап араластырып 30 минутқа мариновкаға қойып қоямыз. Енді балығымызды дайындаймыз. Балығымызға тұзымызды, бұрышымызды, сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, 30 минутқа қойып қоямыз. Батысымызға көкөністерді саламыз. Бетіне балықты саламыз. Бетін фольгамен жабамыз, пышақпен тесіп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Фольганы 15 минуттан кейін алып тастау керек. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі де жаңадан рецепттер болады, сондықтан қоңырауды басып қойыңыздар. Ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.